Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біз заттар және олардың қасиеттері бөлімі бойынша заттар қандай болады тақырыбын өтетін боламыз. Бұл сабақта сен зат пен дененің айырмашылығын, дененің неден жасалатынын, заттардың шығу тегі туралы білетін боласың. Бізді қоршаған нысандардың барлығы дене деп аталады. Денелер табиғи және жасанды болып екіге бөлінеді. Табиғи дегеніміз табиғи жолмен пайда болған денелер. Оған күнді, айды, жерді, ағаш, көбелек тағы басқаларын жатқызуға болады. Ал жасанды дегеніміз тікелей адамның қатысуымен пайда болған денелер. Мысалға, көлік, телефон, үй, домбыра, киім, ұшақ, тағы басқа. Кез келген дене заттан жасалынады. Ал бір заттан әртүрлі дене жасауға болады. Мысалға, домбыраны алайық. Домбыра ол ағаштан жасалынған. Музыкалық аспап әуен шығарады. Келесі суретте бізде парта. Яғни бұл оқушылардың сабақ оқуына арналған дене. Яғни екеуі де ағаштан жасалынып тұр. Бірақ атқаратын қызметтері әртүрлі. Демек, бір заттан жасалғанымен әртүрлі денелер болып табылады екен. Бір дене әртүрлі жаңа есік алайық. Есік ағаштан жасалуы мүмкін, немесе темірден жасалуы мүмкін. Дәл сол сияқты пластмассадан да жасалуы мүмкін. Яғни, өзі барлығы есік болғанымен жасалынып тұрған заттары әртүрлі екен. Сонымен, бүгінгі біздің өткен зат пен дене туралы алған білімімізді қорытындылай келе, барлық дене заттан жасалады. Бір заттан әртүрлі дене жасауға болады. Бір денені әртүрлі заттан жасауға болады. Табиғи заттар табиғаттан алынады. Адам жасаған заттар жасанды деп аталады. Балақай, егер сен бүгінгі тақырыпты түсінген болсаң, өзің отырған сыныпта немесе бөлмеде табиғи және жасанды заттарды ажырата отырып, өзіңнің дәптеріңе жазып қой. Сау бол.